Қайырлы күн, қадірменді қонақтар, әріптестер. Пушкин атындағы Шығыс Қазақстан облысы кітапханасы ұйымдастырып отырған Абайдың інісі, Алаштың ірісі атты онлайн форсайт форумға қош келдіңіздер. Биыл абайтану ғылымының негізін қалаған ғалым, Алаш танушы, шәкәрім танушы Қайым Мұхамедханұлының туғанына 110 жыл толып отыр. Бүгінгі кездесудің басты мақсаты ұлы ғалымның өмірі мен ғылыми мұрасын еске алып қана қоймай, оның қазақ руханиятына қосқан зор үлесін кеңінен насихаттау болып отыр. Олай болса, алдымен осы форумға қатысып отырған қадірлі қонақтарды таныстырып өтейін. Дина Қайымқызы Мұхамедхан. Қайым Мұхамедханов атындағы Білім және мәдениет орталығының директоры, профессор, ғылым докторы, ғалымның қызы. Шағангүл Алдамжарқызы Жанаева, Қайым Мұхамедханұлының шәкірті, Мұхтар Әуезов атындағы Семей педагогикалық колледжінің директоры, филология ғылымдарының кандидаты. Ақмарал Төлеуғазықызы Смағұлова, Шәкәрім университеті, Абай және ұлттық руханият ғылыми орталығының басшысы, филология ғылымдарының кандидаты, қайым танушы. Қуат Қазезұлы Қиықбай, жазушы, драматург, Алаш арыстары Мұхтар Әуезов музейінің меңгерушісі. Сонымен қатар бұл форумға ұлы тұлғамыздың өмірі мен қызметіне қызығушылық танытқан оқырмандарымыз бен өзіміздің әріптестеріміз де қатысып отыр. Семей өңірі қаймағы бұзылмаған қазақтың қасиетті мекені, өшпес тарихтың куәсі болған өлке. Бұл жерде ардақты Құнанбай, ұлы Абай, шежіре Шәкәрім өмір сүрген. Алаш қайраткерлері осы өңірде Алашорданы құрды. Міне осындай тарихи тұлғаларымыз еліміздің болашағы үшін күресіп, небір қиындықты бастарынан өткерді. Сондай тұлғаларымыздың бірі әрі бірегейі ұлтымыздың мақтанышы ғалым Қайым Мұхамедханұлы. Ол абайтанудың білгірі, танымал жазушы Мұхтар Әуезовтің рухани інісі, сенімді серігі болған тұлға. Осы орайда президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев былай деген еді: бұл ұстаз бен шәкірт, аға мен іні арасындағы рухани бірліктің символы. Шын мәнінде қос алыпты бөле жарып қарау мүмкін емес деп жоғары баға берген еді. Қайым Мұхамедханұлы Алаш арыстары алдындағы қасиетті парызын адал орындаған текті ұрпақтың асыл тұяғы. Өздеріңіз білесіздер, бала тәрбиесі қашанда отбасынан басталған. Жүсіп Баласағұн бабамыз айтқандай, ата-анадан өсіп ұрпақ тараған, жақсы болса бала солардан. Олай болса, алғашқы сөзімізді біздің құрметті қонағымыз Дина Қайымқызына берсек. Дина Қайымқызы, әкеңіздің білімге құштар болып өсуіне отбасы және өскен ортасы қалай әсер етті? Сондай-ақ ұлы Абай мұрасына деген қызығушылығы қалай басталды? Міне осы сұрақтар төңірегінде өзіңіздің ойыңызды айтып өтсеңіз. Рахмет. Биыл Семейде, Өскеменде бірнеше Қайымға арналған шаралар өткізілді. Алғысымыз шексіз. Құрметті Пушкин атындағы кітапхана қызметкерлер, Қайымның шәкірттері, Шағангүл, Ақмарал, Қуат, офлайн және онлайн қатысушылар, Қайымға тағзым етуге келгеніңізге көп рахмет. Енді мен ойлаймын, мынау суретке қарап, менің ойымша Қайым әкесі мен әкесінің достарын қасиет естілген сақтады. Ол шәкәрімнің немесе алашордалышының немесе басқа тыйым салынған тұлғалардың фотосуретін алып, терең ойлап, темекі тартады, отырып
данышпан айтады. Өйткені ол өз көзімен көрген, олардың тапсырмаларын орындаған, олардың өсиеті алған кісі болған. Ол өшкенді жаңғыртқан көптеген адамдарды есімдер сақтады, олардың өмірбаяндыр жазды. Ең алдымен қалпына көп мәтіндер қалпына келтірген. Ал бала кезінен менің есімде үйде үнеме көп адамдар келетін. Сағат 6-да звонок біз келдік. Қайымның шәкірттері және еліміздің әр өнерінен келгендер адамдар келіп, олар тарихи шындығын, оларға тарихи шындығын айтып беріп отырады. Ол шәкіртіні көрді, Алашордалы көрді. Сол үшін қазақ халқы тарихи шындық білу үшін Қайымға келеді. Ал менің анам Фархинур үйге келгендердің бәрін ыстық тамақпен, дәмді шаймен тамақтандыратын. Мұхамедхан мен Мақыржамал Сейфулловтың үйінің дәстүрін жалғастырады. Қайымның шәкіртіне мама психология консультант болады. Бәрі әке шеше үйінен басталады. Бұл дұрыс. Мұхамедхан бала Қайымны ер қазақ, алаш рухында тәрбиелеп, көне әдебиет, этносмен фольклор үйретті, еске қолжазбаларды оқып, халық тарихының білуге, ұстаздардың құрметтеуге үйретті. Мынау фотосуретте Қайымның шәкірттері не деп жазған орыс тілінде, январь 89 год, курсы повышения квалификации учителей казахского языка и литературы деді. Сол Қайым өзінің шәкірттері өз ұстаздарға мұнетке әкеліп, қасиетті ұстаз туралы істі жалғастырды. Мынау суретте шақыру билеті, кішкентай шақыру билеті, бұл билет шәкіртсіз волонтер деушіме Абай атамыз. Сізден оқып, сіздің асыл сөздеріңізді ғибраттап, ойға сақтап жүрген інішігіңіз Аденбек. Бұл ұстаздың жұмысын нәтижесі. Менің ойымша қызық Қайымның шәкірттері оның ескерткішіне шәкірттерінің әкелуіне сабақ онда жалғастыра береді ма. Сол екі мың алтыншы жылы біз ең бірінші кітапты шығарды. Бұл Қайым туралы сөз. Сонда Қайым Мұхамедханов о своих истоках деді. Ол орыс тілінде бір кездесте солай деді. Я бы хотел начать наш разговор о своих истоках, потому что воспитание в семье играет важную роль в становлении и духовном развитии человека. Отец выписывал много газет, журналов. Важно отметить, что в нашей библиотеке был первый сборник произведений Абая, произведения Шатырима, Калкаман Мамырын Египет, казах айнасы, Шежелей, происхождение казаха. В библиотеке моего отца было многотомное издание «Россия», титульный, полное географическое описание нашего Отечества, редактор Семенов Тиньшанский. 18-й том был посвящен Киргизский край.
И вот там как раз Каюм Мухамедханов прочитал статью Алихана Бутиханова об Абае. Далее Каюм Мухамедханов пишет о том, что мой отец создал в нашем доме благоприятную атмосферу интеллектуального, духовного общения деда. В нашем доме бывали известные представители казахской интеллигенции: Алихан Бутиханов, Ахмед Байтурсунов, Мажик Абдуллахов, Мухтар Ауэзов, Сбек Аймаутов, Султан Махмуд Тарайгеров. Будучи учеником начальной школы, я учился по их учебникам. Мы знаем, что друзья его отца приходили, приносили свои учебники, давали даже задания. Он еще в 14 лет выполнил задание Адраса Мустамбаева, переписал за 3 ночи рукопись с арабской графики на латинскую. Впервые я получил зарплату в 14 лет, я говорю. Хорошо запомнилось мне, как Мухтар Ауэзов проводил в доме моего отца первые репетиции. Казах театр на тарихе, Мухамедхан Пельмен Пасталада. Такие репетиции: Бек, Карагось. Звучали голоса Амбеты Ушубаева, Исы Байзакова, Исаина Жанбарбаева. В нашем доме останавливались в разное время Абай, Шакарим, брат Абая Кудайбердиев, друг Абая, ученик Акай Жанатай и так далее. Вот. И вот в этих записках биографического общества он прочитал, значит, впервые Алихана Бутиханова. Статьи про Абая, некролог, и все это он вернул. И впервые, первые казахские вечера, все вот эти исторические вещи впервые Каюм Мухамедханов вернул. Почему он помнил всех алашардинцев? Потому что их всех вместе с отцом расстреляли всю жизнь. Они думал, все было запрещено. Вот, и поэтому что он делал? Тыйым салалан кезде олардың есімдер анықтады. Например, вот эта фотография Каюм Мухамедханов написал своим почерком. Ахмед Байтурсунов, Медресе Галия, Екатерина, Фотозика, Уш Уфа, Гармантов, Жизонов, Теншижил. Второй ряд слева — учитель. Вот здесь вот учитель его Хайрула Ибрагимов, вот первый учитель Каюма Мухамедханова. И Каюм Мухамедханов пишет: Хайрула Ибрагимов, Ахмед Байтурсунов, Манан Туранбаев, Абзал Жиенгалиев, Абикей Сатбаев, Кузьмен Курбин, всех я их знаю. Он всех... А фотографию тут Мустафа Футана, а Хайрула Ибрагимовтан Жубай, Алган, Жубай Хайрула Ибрагимовтан Жубай тағы екі адамдан Ахмед Мамедов, отец Маншук Мамедов, Абылғазы Иманов. Потом Каюм Мухамедханов пишет статью: «Нағыз ғалым қазақ әдебиеті жариялаған, тағы да кім білесіздер, жазыңыз». Ешкім, ештеңе жазбай тұрды. Сол Каюм Мухамедханов мыңдаған фотосуреттерден адамдар анықтамалса кім жазар деді. Вот это его миссия. И поэтому вот эти первые статьи про алашардинцев, первые статьи во всем Казахстане про Шакарима, про алашардинцев, это Каюм Мухамедханова статьи. Вот Алихан Бутиханов, семей там, и потом казах Атебе, там, ну вот я просто показываю пример. Все невозможно показать, да? Вот Дулатов там статьи, не просто статьи, биографии, которые он писал, их произведения, Халпанай Кефтерген, все его произведения восстановил и так далее. Вот Мажан Баев. Второй съезд Алаш, это Каюм Мухамедханов, по диплому не был историком, но он был настоящий ученый, архивист, историк, потому что многие исторические источники впервые он показал и историкам, и литераторам. Поэтому сегодня говорят, это не только, что касается Абай-видения, Шакарима-видения, Алаши-видения, вот это все вообще. А Каюм Мухамедханов, это крупный ученый текстуал, который Рабида сказала, что егер казах текстология Кальболса, Баринши Бог Каюм Мухамедханов, там из Некурси, основатель казахской текстологии, ученый-архивист, историк, историограф, первый биобиблиограф многих исторических личностей. Летописец.
Кто написал летописи столетия Абая? Каюм Мухаммедханов никто больше не написал. Кто написал Апарды Сапар Мухтара Ауезова, последний приезд? Вот летопись Ауезова наизусть знал каждый день его жизни, сопровождал его. Могилы кто показал своему сыну, это Мухтар показал могилы, то есть не могилы, где похоронены, а потом на этих местах Каюм Мухаммедханов по схемам попросил Абайский район, они поставили могилы. Вот эти слова «Мой Конор Тугананам, Туган Жерем Берле», сказал Мухтар Ауезов кому? Своему ученику Каюму Мухаммедхану в 40-е годы, когда вместе. И вот эти слова, рукописное наследие Мухтара Ауезова кто написал? Научно-творческую биографию Мухтара кто написал? Все его произведения неизвестные Лейла Мухтаровна просила Каюму Мухаммедхану в 60 лет. Она его просит все произведения, которые написаны. Он идет в архив, роется в таком вот. Кто нашел прописи Мухтара Ауезова? Кто стихи Мухтара Ауезова посвятил? И Ауезов Танудан Аргатасом Халата, не говоря уже обо всем другом, он сделал так много, что его переводы, вот сегодня вот были конференции международные, Институт истории, Ен Махта Халкарык конференция, Институт истории, Тарих института Жетенше, Саурде, это день, когда он защитил диссертацию, 75 лет в этом году, ровно как он защитил диссертацию. Именно в этот день Институт истории проводил. Там были ученые, выступали в прямом эфире из Америки, Турции, Азербайджан, Татарстан, Башкирия, Армения. Все сказали, что это не только для Казахстана личность, он для всего мира. Алем Азамат, Ер Казаков Базглемас, Адал Азамат, Алем Азамат. Потому что вот кто еще в казахской литературе у нас большой ученый и поэт, ученый и архивист, ученый, который объединял переводами Шухан Валиханов, например, и Фаисханов татарский. Много вот таких взаимосвязей он впервые нашел. Историки про это говорили, что его исследования про Шухана Валиханова в 40-е годы, в 40-м году он нашел Шухана Валиханова рукописи оригинальные. Так увлекался историей. Годы жизни. Вот это все почему происходит? От Баснен Барба Сталада. Отец и учил. Вот. Ну, а мы что? Мы с детства только запомнили, что в доме всегда люди, все люди накормлены, напоены, отдыхают, чувствуют себя хорошо. Также алашардинцы чувствовали себя хорошо у Мухаммедхана Ситхова. Также Мухтар Ауезов чувствовал себя хорошо у Мухаммедхана Ситхова. И роль Мухаммедхана Ситхова, нашего деда, отца Каюма, в том, что он поднял многих людей. Благодаря ему многие люди поднялись и стали теми, какими мы знаем в нашей истории. Это надо признать. Рахмет сізге, Дина. Кеменбалар пенсионарлық тоғылар, олар туралы біз білем, ғылым саласында бай материалы енгізу қажет. А нам отец говорил только такие слова: адал таза өмір сүріңдер, қарапайым болыңдар, адам қалпында қалыңдар. Үнемі бізге айтатын, бізге басында прямо бала кезінен бұл сөздер біздің есінде. Ну а мы что можем делать? Мы можем только книги, только его архив сохранять, вот за спиной часть маленькая архива, и архив у него богатый, его архив находится в Академии наук, музея Абая находится в Государственном архиве, и в КГБ, и в архиве президента, и в Академии наук огромный. То есть мы можем, что мы его архив поднимаем, потому что это не семейный архив, вот басы, это барлық қазақ халқына бәрі әлемге керек архиві. Сол үшін 25 астам кітаптар шығарды, өз қолымен, өз бетімен, өз күшімізбен кітабымызды шығарамыз, барлық кітапханалар елімізде сыйға тартамыз. Для чего мы это делаем? Тарихи шындық үшін білу. Тарихи шындық үшін. Рахмет сізге, Дина Қайымқызы. Дамыту үшін біздің міндетіміз. Рахмет сізге, Дина Қайымқызы. Ұлы тұлғамыз әкеңіз Қайым Мұхаммедханұлының өмірінен көп мағлұмат бердіңіз.
Әрине, бұл форумға дайындалғанда мен көптеген мәліметтерді, Қайым Мұхамедханұлына арналған көптеген мәліметтерді оқыдым. Ол кісінің бізге танылмай жатқан, қоғамға әлі белгісіз болған қаншама алаш қайраткерлерін, репрессияға ұшыраған ақын жазушылардың өмірін, олардың қызметін оқырман қауымға танытқан бірден бір Қайым Мұхамедханұлы болған. Рахмет сізге көп-көп. Алдағы уақытта да сіздің еңбегіңізге тек қана жеміс тілейміз. Рахмет сізге көп-көп. Қайым Мұхамедханов ұстазының тікелей жетекшілігімен ұлы Абай мұрасын терең танып, оны жан жақты зерттеуге ден қойды. Олай болса, кезекті сөз кезегін біздің қонағымыз Қуат Қазезұлына берсек. Қуат Қазезұлы, Қайым Мұхамедханұлы Абай музейін ашуға қалай атсалысты? Сондай-ақ ол кісінің абайтану саласына қосқан ең басты үлесі қандай болды? Міне осы сұрақтар төңірегінде өзіңіз кеңірек айтып өтсеңіз. Жақсы, көптен көп рахмет, армысыздар, қадірменді ұстаздар, құрметті әріптестер. Енді біздің тақырып осылай болғаннан кейін, дәл осы жерде отырған Қайым Мұхамедханұлының шәкірттерінің, тікелей осы қайымтанушы үлкен ғалымдардың алдына түсіп жатқан болсам ғафу өтінемін. Енді бұл жерде негізгі тақырып хронология бойынша енді жалпы Қайым Мұхамедханов бір өздеріңіз жақсы білесіздер, былтырғы жылы Абай Құнанбайұлының 180 жылдық мерейтойы қарсаңында да жарияға шыққан, сонымен бірге ең алғаш өзі қолына қалам алған күннен бастап алдымда ақын Абай Темірғазы деп өлең жазып, шын мәнінде өзі мынау қазақ поэзиясындағы, қазақ әдебиетіндегі потенциалын танытқан күннен бастап Абайға деген, Абайды ерте жастан танып өскендігін әйгілесе керек. Сонымен бірге ғылым ретінде, мысалға мынау ғалым ретінде абайтану ғылымының атырабын кеңейтуге, атырауын мол деректермен, дәйектерге толтыруда да Қайым Мұхамедхановтың есімі ерекше аталады. Неге? Өйткені барлығымыз білеміз, мынау жалпы Абай жолы роман эпопеясымен айдай әлемге алашты танытқан Мұхтар Омарханұлы Әуезовтің дәл осы Семей жерінде екі шәкірті болатын болса, бұның бір шәкірті мысалға мынау ғылым жолындағы бірден бір айнымас шәкірттерінің бірі бұл Қайым Мұхамедханов, ал сонымен бірге оның мынау қаламгерлік, жазушылық жолын жалғаған шәкірттерінің бірі Кәмен Оразалин екені анық. Осы Абай жолы роман эпопеясының жазылуында да үлкен деректерге, дәйектерге, ақынның, данышпан ақынның өмір жолындағы, сонымен бірге ақынның мынау дәуіріндегі, Абай заманындағы қоғамдық саяси оқиғалардың ақ-қарасын ажыратуда да осы Қайым Мұхамедханов үлкен үлес қосады. Бұның сыртында мынау ақынға қатысты деректерді жинақтау, сонымен бірге Абай жолы роман эпопеясында аталатын кейіпкерлердің негізгі мінез машықтары туралы, оларға қатысты тарихи деректерді дәйектеуде де үлкен үлес қосқаны баршамызға белгілі. Сосын өздеріңіз жақсы білесіздер, мынау 30-шы жылдардың соңынан бастап, 30-шы жылдардың соңынан бастап Қайым Мұхамедхановтың өзі де осы абайтану ғылымының өрістеуіне, өркендеуіне тек қана осы бір өлкенің мақтанышы ғана емес, тұтас қазақ жұртының маңдайына басқан нысаналы тұлғасы екенін дәлелдеуге де осы Қайым Мұхамедханов үлкен күш салады. Сонымен бірге енді 1940 жылы ашылған Абай музейі, бүгіндегі Абайдың Жидебай бөрілі мемлекеттік музей қорығы, бұл қазақ даласында ашылған ең алғашқы әдеби мемориалдық музейлердің бірі. Осы музейге бар жоғы және 30 жасқа толмаған 24 жасында келген Қайым Мұхамедхановтың өзі де бүкіл қажыр қайратын, жастық жалынын, өзінің бойындағы максималистік күш жігерін барлығын осы Абай музейінің уығын нықтауда, іргесін үлкен үлес қосады. Сонымен бірге сол Абай музейі жай ғана мысалы Мұхтар Омарханұлы Әуезовтің арнайы тапсырмасында ғылым жайынан және де мынау зерттеушілерге дейді Абай музейі туралы айтқан деректерінде мысалға мынандай бір басты мәселе назарға алынады. Ол Абай музейі деген тек қана ақынның пайдаланған жәдігерлері ғана емес, оның өскен ортасы, мінез машығы туралы да деректерді дәйектеуде осы Қайым Мұхамедхановтың сіңірген еңбегі мол. 1940 жылдардан бастап 47 жылдарға дейінгі аралықта
осы жерде ғылыми қызметкер, аға ғылыми қызметкер бола жүріп, абайтану ғылымы, абайтану саласының да жаңа биікке, жаңа сатыға көтерілуіне күш салады. Сосын тағы да бір айтатын нәрсе, 1947 жылдардан бастап бүгінгі Абайдың Жидебай бөрілі мемлекеттік музей қорығы бұл арнайы ғылым академиясының қарамағына өтеді. Бұл ғылым академиясының қарамағына өту деген сөз тікелей қайым бастатқан ғылым ордасы, рух, зерде орталығы, үлкен ғылыми танымдық бағытта жұмыс істеп жатқан Абай музейі үлкен ғылыми құрамы тікелей Қаныш Сәтбаевтың өзінің қорғауында, өзінің қарамағында болды деп айтуымыз керек. Сол 47 жылдан бастап 1951 жылдарға дейінгі аралықта да Абай музейінде мынау деректерді, архив материалдарымен жұмыс істеу, солармен танысу деген сияқты үлкен негізгі жоспарлы жұмыстар қолға алынады. Бірақ сіздер өздеріңіз жақсы білесіздер, және де Дина Қайымқызы айтып кеткендей, биыл енді шын мәнінде мынау литературная поэтическая школа, Абайдың әдеби мектебі, Абайдың ақындық мектебі деген тақырыптағы кандидаттық диссертацияның да қорғалғанына биыл 75 жыл. Сонда осы 51-ші жылдың 7 сәуірінде қорғалған болса, дәл сол күннен бастап Абай музейін мынау пантюркистік, пан-исламистағы көзқарастан тазарту деген бағытта үлкен жұмыстар жүргізіледі. Сосын мынау Абай, мынау Құнанбайға қатысты айтылып жүрген деректер, Абайдың өскен ортасы, туған ортасы туралы деректердің барлығын жаңа деректермен толықтыру, немесе мысалға оған біздің сол кезеңдердегі арнайы бір ұлтшылдық көзқарастағы басымдық дүниенің барлығынан арылту деген мақсатта Қайымға үлкен шабуыл жасалады. Енді оны сіздер жақсы білесіздер, мынау халық жауы ретінде 58-ші бап 2-ші тармақ бойынша қудаланғаны. Бірақ біз бұл жерде Абай музейі дегенде мына бір нәрсеге басты назар аударуымыз керек. Осы музейдің қызметкері бола жүріп, қалай қажыр қайратын жұмсаса, музейдің басшысы бола жүріп, қалай жаңағындай мынау Абай музейін үлкен сатыға көтеруге күш салып жүрген болса, енді сол өзі сол қудалаудан келгеннен кейін, Қарлақтан босап келгеннен кейін 60-шы жылдардан бастап қайтадан мысалға абайтану саласынан, Абайды танудан, Абайды ақылмен білуден, Абайды ел ішінде, көпшілік ішінде насихаттаудан да бас тартқан жоқ. Неге? Өйткені бұған бір айқын бір дәлел 1964 жылы Қайым Мұхамедхановта тағы да үлкен бір қажырлы еңбек сіңіреді. Бұл не дейтін болсаңыздар, 1883 жылы осы Семейде ашылған тарихи өлкетану музейінде 1885 жылы Абайдың өз қолымен Нифонт Иванович Долгополов арқылы тапсырған жәдігерлердің барлығы да сол 60-шы жылдарға дейін сол жерде болады. 1964 жылы Семейтан газетінде жарияланған мақаласында Қайым Мұхамедханов осы жәдігерлер шын мәнінде өзінің тақырыбына сай, өзінің мазмұны, мәдени мазмұнына сай бұл Абай музейінде болу керек деген бастама көтеріп, сол жердегі 20-ға тарта жәдігердің барлығын осы Абай музейінің жаңа қорына, алтын қорына, асыл қорына қайтадан тапсырады. Неге? Өйткені бұл жерде барлығымыз білеміз, Абайға қатысты Абай алақанның табы қалған жәдігерлер бүгінгі күнде де алыс жақыннан Абайды тануға асығып келетін адамзат баласы үшін де, Алаш баласы үшін де алғаусыз қызмет атқарып отыр. Енді дәл осы жерде мысалға біз айтуымыз керек, сол мысалға 51-ші жылдардағы кандидаттық диссертация дегеніміз ол бір күннің ғана жемісі емес. Қайым Мұхамедхановтың сонау 30-шы жылдардың аяғы, 40-шы жылдардың басынан бастап Абай тақырыбына келгеннен бастап арнайы осы Мұхтар Омарханұлы Әуезовтің тікелей басшылығымен, соның нұсқауымен жүріп Абайдың ақын шәкірттері туралы деректерді жаңағы бұны үлкен ғылыми айналымға енгізеді. Барлығы мысалға хронологиялық ретте болсын, Абайдың ақындық айналасының үлкен жаңағы бұл тек қана бір өзінің балалары ғана емес, туыстық айналасы ғана емес, мынау жер жағдайына байланысты тіпті мынау географиялық өлшемге де сай келмейтінін, оның ауқымы тіптен зор екендігін де дәлелдеп, осыны ғылыми айналымға жаңалық есебінде қосады. Сосын 1951 жылдардағы қудалаудың өзін сіздер жақсы білесіздер. Мысалға Абайдың ақын шәкірттері дегенде Пушкинда, Лермонтовта шәкірт жоқ, Абайда қалай шәкірт болуы мүмкін деген сияқты ділдәмәлі ойлардың, жаңағы Абайдың дәстүрін жалғастырған ақындар деген сөздің өзінде де мысалға мына біз білеміз, Абайдың 10 томдық Қайым Мұхамедхановтың 10 томдық шығармалар жинағында жарияланған стенограмманың ішінде де айтылады. Мысалға Абай дәстүрі, Абайдың жолын жалғаған деген сөздің өзінде де сол жерде отырған мынау кандидаттық диссертацияны қорғауға қатысып отырған ғалымдардың өз шүйлігі үлкен сауалдар
мазар тарқап, аяқтан шалу, санаға салмақ салу деген сияқты сауалдардың барлығын тастағанда, шын мәнінде ол жердегі астармен айтылып отырған дүниенің барлығына да Қайым Мұхамедханов қажыр қайратымен күш салады. Енді біз айтар едік, мысалға сол Қайым Мұхамедхановтың өзі ақтық демі үзілгенше ұлы жүрегі тоқтағанша, мынау осы Абайды танытуға, данышпан ақынды ақылмен тануға, сонымен бірге Абайдың мынау орыс ақын жазушыларынан аударған, батыс Еуропа классиктерінен аударған шығармалардың өзін тануға, солардың ішінде де мысалға ақ қарасын ажырату дейміз, жаңағы Абайдың әкеліп отырған жаңалығы мысалға қазақтың жанына жақын аударма тәржіма дәстүрін жалғастырғандығы туралы да үлкен дәлелді, деректі дүниелердің барлығын сол осы біз Қайым Мұхамедхановтың Абайға арналған, Абай хақындағы, Абай танудағы үлкен іргелі зер салып қарайтын болсақ, зерделі еңбектерінен де таба алатынымыз шындық. Енді жалпылама айтқанда осы, мынау енді Абай музейі, мынау жалпы тек қана мерейтой барысында ғана емес, сонымен бірге осы абайтану ғылымының асқан білгірі, асқар биігі Қайым Мұхамедхановтың өмірі мен шығармашылығын насихаттау бағытында енді жылжымалы көрмелері болсын, сонымен бірге әртүрлі тек Семей қаласындағы жоғары арнайы оқу орындары қана емес, сонымен бірге жалпы осы қазақ даласының өзінде де, әр өңірде де, Қазақстанның түкпір-түкпірінде де осы Қайым Мұхамедхановтың мұрасын, мәдени мұрасын насихаттауда, оның елеулі еңбегін ел жадында жаңғыртуда да бірқатар жұмыстар атқарып келе жатқанына енді көзі қарақты оқырман, өздеріңіз сияқты зиялы қауым өкілдері куә екеніне біз сенімдіміз. Назарларыңызға көптен-көп рахмет. Қайымның мұрасын, Қайым Мұхамедхановтың мазмұнды мұрасын насихаттап жүрген сіздерге көптен-көп рахмет. Осындай енді бүгінгі техниканың мүмкіндігін пайдалана отырып, осындай бір енді алыс жақында болсақ та бізді шын мәнінде жақындастыратын Абайдың ұлағаты, шәкәрімнің ар ілімі, осы Қайым сынды, алаш қайраткерлері сынды айбозылдардың тәлімі болса керек. Баршаңызға рахмет, назарларыңызға амандық тілеймін. Рахмет сізге, Қуат Ғазезұлы. Сіз ғалымның басынан өткен қиын тағдырына мол мағлұмат бердіңіз. Сонымен қатар, осы Абай музейін ұйымдастыруда ол кісінің сіңірген еңбегінен көп мағлұмат бердіңіз. Рахмет сізге. Алдағы уақытта да еңбегіңізге жеміс тілейміз. Жақсы, рахмет, амандықта болыңыз. Қайым Мұхамедханұлы қиындыққа мойымай алашқа қызмет етудің үлгісін көрсетті. Кезінде өзі негізін қалаған Абай музейі бүгінгі күні жас ұрпақтың санасына рух, таным мен тағылым дарытып отырған ірі бір орталыққа айналып отыр. Қайым Мұхамедханұлы қазақ әдебиеті пәнінің мыңдаған мұғалімдерін даярлаған өте білімді, білікті, ұлағатты ұстаз болды. Бүгінгі күні шәкірттері ұстазының жолын лайықты жалғастырып келе жатыр. Арамызда сондай танымал шәкірттерінің бірі біздің қонағымыз Шағангүл Алдамжарқызы отыр. Олай болса, кезекті сөз кезегі өзіңізде, Шағангүл Алдамжарқызы. Сіздің ғылыми және ұстаздық жолыңызға ұстазыңыз қалай әсер етті? Сондай-ақ Қайым Мұхамедханұлының ұстаз ретіндегі ең басты ерекшелігі неде еді? Міне, осы сұрақтар төңірегінде өзіңіздің ойыңызды ортаға салып, естеліктеріңізбен бөліссеңіз. Сөз кезегі өзіңізде, Шағангүл Алдамжарқызы. Құрметті кітапхана қызметкерлері, кітапханашылар, өзіңіз бастатып отырған бүгінгі жұмысқа біз әрине алғысымызды білдіреміз. Қайым ағаның мерейтойына қатысты жұмыстар, шаралар республика деңгейінде аталып жатыр. Бұл әрине біз үшін мақтаныш, ұлттың ертеңіне, ұлттың жалпы саналы ұлтты тәрбиелеуде Қайым ағаның жасап кеткен еңбегі ерен. Осыны біз ұлтқа сіңіруіміз қажет. Осы тұрғыда жұмыстар көп жасалып жатқан әрине біздің көңілімізге ерекше сондай бір қуантады көңілімізді. Енді бүгінгі тақырыбымызға қатысты айтар болсақ, Қайым ағаның алдын көрдік, Қайым ағаның тәрбиесін көрдік. Қайым аға ерекше ұстаз еді. Қайым ағаның сол берген білімі, өзінің ұстанымы, сабақ үстіндегі берген бізге берген білімі, айтарының барлығы бізге әрине сіңді. Бүгінгі таңда біз елім, қазағым, ұлтым дейтін болсақ,
осы бір біздің елжандылық мінез бітімімізге ол кісінің ұстаз ретіндегі еңбегі ерекше. Аға жалпы өте кең адам еді. Алдына барғанда мына сен тыңдап отырсың ба, тыңдамай отырсың ба, оған аса мән бере қоймайтын. Өзінің сол негізгі миссиясы айту, жеткізу, ұғындыру осы тұрғыда. Енді өмір көрген адам ғой, ұғатын, өзінің бойына бір білімді жинағысы келген адам, тиянақты білімге ұмтылған адам, ағаның енді сөзін мүлт жібермейтіндігін өзі де білген болса керек. Әрине лекциясын өте қызыға тыңдайтынбыз. Бұл кісінің лекциясы ерекше болатын. Одан кейінгі мынау емтихан мәселесі. Емтихан мәселесінде кейінгі оқытушылар екі аяғын бір етіп кетті, сол күш көрсетпеді ғой емтихан кезінде. Сондай бір кеңдігі, тағы бір кеңдігі, мінезінің кеңдігіне бір мысал. Емтиханда ол кісі кіріп шығып жүре беретін. Содан кейін алдына келген кезде Алхан айтарың бар ма дейтін. Содан кейін айта бастасаң, өзі бір жақтырса сондай бір мұқият тыңдайтын еді. Ал енді алдына келіп сол емтиханның сұрағына, емтиханға даярлық жетпей келген адамдарға да қабақшты ондай ашу шақырмайтын. Сол белгілі өзінің бағасын қойып беретін. Бағаға да кең адам еді. Айтып отыратын, менің бағам не Құдай деп. Сендердің білімдерің ертеңгі күні өздеріңді ынталарың, ықыластарың білімге деген өздерің белгілі бір биікке алып шығады деп сөйтіп отыратын жарықтық. Керемет адам еді ғой, қайталанбайтын адам. Ол кісінің енді алдынан білім алдық, жаңа оның несін айттым, бізге деген ықпалын айттым. Енді ағаның менің жеке өзімнің өміріме қатысты мынадай бір жағдайын айтқым келеді. Ағаның мына жады ерекше еді. Сондықтан да болар, арғы ар жақтағы жатқан дүниенің барлығын тірілтіп, қазақтың ұлттың жадын жаңғыртып, қаншама дүниені осы тірілтіп алып келді ғой бері қарай. Студенттердің де фамилиясында өте сондай жады мықты еді. Мен енді жұмысты бітірдім, оқуымды бітірдім. Одан кейін ол кезден заман басқа, қазақ тілі мен әдебиетінің мамандығы ешкімге керек емес. Бәрі біз қажет емес, біз бітіріп жатсақ та. Сонымен үздікке бітірсек тағы керексіз болдық. Сонымен ауылға барып, қайтадан енді осы қалаға келіп, бір ғылымның бір жағына шығамыз ба деген үмітте болдық қой. Келе жатсам, жазды күні Семей таңында корректор қызметте отырмын. Содан жұмыстан шығып, таңертеңгілік мезгілде келе жатсам, таңғы ауыл мен қаймаға отыр екен демалып бақта. Қайтадан көрдім. Соны енді амандасайын деп өзімден ыңғайлана беріп едім. Жанаева деп маған сөйтті, қайдан жүрсің сен деп. Қалдым ағаға. Сөйтсем, ағаның расында жаңа айтпақшы, жады мықты адам. Жөн сұрастық, ағаға жағдайымды айттым. Аға, бұл қалай болған деп, сондай кейде бір тез мінезде бар еді ағаның. Бұл қалай болған деп. Содан қазір міне деп мені қолынан жетектеді да, Абай музейін алып барып, іргесінде тұрған бақтым. Түгін аға алып барып, түгін аға өтініш етті. Мына бала осындай бір жақсы оқыған бала еді, бұл қалай болғаны. Осы баланы тәрбиелейік деп сөйтіп, бір жұмыс тауып бер деп. Сөйтіп аға менің жолымды ашты. Мен Абай музейіне қызметке тұрдым. Әрине жұмыстан басталам, машинист қалыптан. Ары қарай сол бірте-бірте музейдің бір белгілі бір қызметкер деңгейіне көтерілдік. Осының барлығы өмір мектебі. Аға егер жолында менің кездеспесе, мүмкін мен қандай өмірді, қандай бағытта кетер едім мен білмеймін. Сондықтан ұстазымның алдында, ұстазымның рухының алдында әр уақытта осы қарыздармын. Ағаның енді мына Мұхтар Әуезовтің атын иеленген 1967 жылдан бері қарайға оқу орнының тарихына қатысты еңбегі, зор еңбектенген адам. Енді ол басқасын Мұхтар, Абайтану, Абай ортасы, ақындық ортасы деген үлкен тақырыптарды мен айтпай-ақ қояйын. Тек қана осы біздің оқу орнымыздың Алаштың тұңғыш білім ордасының тарихына қатысты ағаның еңбегін атап айтқым келеді. Мен енді мына не жіберіп едім, көрсетіп жатырсыздар ма? Маған көрінбейді. Қаймұхамед слайдтар жіберіп едім.
еңбектеріндегі алаштың тұңғыш білім ордасының тақырыбы дегенде енді мұхтардан бастайық. Бұл кісі күлікті мұхтардың өмірбаянын зерттеген адам ғой енді. Сол мұхтардың семинарияда оқыған кезіне қатысты құжатты алғаш көтерген адам. Сол архивпен мұхтардың семинарияда оқыған кезеңіне қатысты архив материалын жинақтап бірінші жинақтаған адам. Бұл кісінің мұхтар семинаристегі 1983 жылы қазақ әдебиетінде басылған үлкен мақаласы бар. Әрине бұл жерде 1912 жыл деген кішкене бір не бар, сәл кемшілік бар. Ол кемшілікті неліктен олай болған дегенді біз жазып оның кезінде айтқан едік. Міне осыны біз ұстанамыз. Одан кейін енді Мұхтар Әуезовтің қай жылы оқығандығы, семинарияда қай жылы бітіргендігі, қалай оқығандығы, кімдермен оқығандығы бәрі керек. Өзі бір ғана Мұхтарды айта отырып, сол семинариядағы сол жылдардағы оқыған қазақтардың аттарын атап өтеді. Бұл енді біз үшін үлкен құнды дүниеді. Одан кейін енді Әуезовтерінен Қасымбек Әуезовтің оқығандығын аға сол фотосы арқылы да, одан кейін архив материалдар арқылы да дәлелдеген. Сонда Мұхтар Әуезовтің алдында Қасымбек Әуезов оқыған. 1912 жылы кіріп 14 жылға дейін 2 жылға оқыған оқыса, 2 жылдан кейін қайтыс болып кеткен. Қандай жағдайда қайтыс болдığını біз біле бермейміз. Материал өте аз бұл кісі туралы. Ал Мұхтарды әкеліп, Мұхтарды бағыттағанда осы кісі. Өте көптеген дүниелер жазған біздің оқу орнымызға қатысты. Одан кейін енді Жүсіпбек Аймауытовты да зерттеп, Тұрлыхан Қасенұлын да, Тайыр Жомартбаевтың бізде оқытушылық қызмет атқарғандығын барлығын алғаш жинақтап, біздің оқу орнымыздың тарихына қатысты алғаш деректерді жинақтаған осы кісі. Тамаша тарихы бар, техникум деген үлкен көлемді еңбек жазды. Мына семинариядан кейін кеңес дәуірінде техникум ретінде құрылып, онда қандай қиындықтар, қандай құрылу, алғашқы бастап құрылуы, қандай техникум болды, қандай кезеңдерден өтті, осы туралы да деректердің бәрін жинақтаған осы Қайым ағамыз, ұстазымыз. Енді одан кейін тағы бір айтайық деген жағдайымыз бұл Мұхтар Әуезовтің Қаныш Сәтбаевқа қатысты еңбегі. Қаныш Сәтбаевтың бұл кісі арнайы және Абай музейінде жұмыс істейді деп отырмыз ғой. Қаныш Сәтбаевқа қатысты бұл кісі арнайы хат жазады. Сол хат жазғанында хатында атап тұрып көрсетіп айтады. Мына Семейде үлкен оқу орны бар. Бұл уақытта Қазақстан үшін тарихи маңызы зор оқу орны педтехникум. Соның кітапханасы шашылып қалды. Техникумды Аягөзге көшіріп, оның орнына физкультурный техникум ашты, ол жабылды. Осы мінекей осы кітапхананы біз кітапханадан айырылып қалдық деген сондай бір ішкі көзқарасын, осындай кітапханаға қатысты, біздің оқу орнымызға қатысты осындай бір көзқарасын білдіреді. Одан кейінгі тағы бір оқу орнының тарихына қатысты Биахмет Сәрсенов, бұл енді кезіндегі оқу орнын бітірген, семинария тұсындағы алаш қайраткері, бірақ өз ажалынан өліп кеткен. Бұл кісі туралы алғаш деректі жинақтап, осы семинарияда оқығандығын дәлелдеп беретін осы Қайым Мұхамедхан. Одан кейінгі үлкен мынау құнды фотосурет, осы фотосуреттегі Жүсіпбек Аймауытовты, Қалел Ғаппасовты оқу орнында сабақ берген, Ахметолла Барлыбаев осында оқыған, сол кісілердің дағы, мынау енді фото дегеніңіз тірі шежіре ғой, керемет тамаша. Осыны да архивтен тауып, аты жөндерін анықтап, Нұрғали Құлжанов бізде сабақ берген. Фотода кімдер бар дегеннің бәрін анықтап бергенде Қайым Мұхамедхан. Енді тағы да бір айтарымыз Нұрғали Нәзипа Құлжановтарға байланысты. Бұл енді ағартушы Ерлі-Зайыпты қос педагогтар біздің Семей өңіріне 1905 жылы Торғай өңірінен келген. Бұл кісілердің енді ерекше бір айрықшатар еңбегі, бұл оқу білімге қатысты басқа да жағы айтылып жатыр ғой. Ең басты айтарымыз Абай танытуда, Абайды танытуда, Абайды ұмытпау, Абайды қазаққа жеткізуде ең бір зор еңбек еткен адамдар Абайдың жиналған 14-15 жылдар кешті өткізуші, тарихи кештердің ұйымдастырушы кісілер. Осындағы Нәзипаны қазақтың тұңғыш
журналист қызы, алғашқы оқыған қызы, және аудармашы, журналист, аудармашы, ұлттық педагогика, мектепке дейінгі педагогиканың негізін қалаушы. Енді айта берсек өте бір ерекше аты қалған қазақтың Назипасы. Осы туралы деректерді жинақтап, оны жіктеп кәдімгідей тарихи айналымға әкелуші осы Қайым Мұхамедхан. Бұл жағынан да біздің оқу орнымызға қатысты деректерді ерекше айтуымызға болады. Мынау Абайға арналған шараның бағдарламаларын тауып, оны осындай жаңағы аударма жасап кириллицаға ғаріптен араб ғарпінен осының барлығын бүгінгі күнге жеткізуші Қайым Мұхамедхан. Бұның барлығы біздің оқу орнымыздың тарихына тиесілі қатысты дүние. Өйткені бұл кештерде әсіресе 15-ші жылғы кеште семинарияның жастары қатысқан. Назипа мен Нұрғали осы семинарияда оқып жатқан Қанышты, Жүсіпбекті, Тайырды барлығының басын қосып осы шараға тартқан. Енді тағы бір жаңа айтарымыз, Қазақ педагогикалық техникумы дегенде семинариядан кейінгі кезеңде, бұл кеңес дәуіріне қатысты семинария патшалық тұсындағы атау ретінде жоғалып, оның орнына педагогикалық техникум атау енеді. Қазақ техникумдары осы техникумындағы тарихына қатысты жаңа айтып өттік. Тамаша тарихы бар техникум деген үлкен еңбек жазды. Бұл енді өте құнды бізге. Одан кейін мына фотосурет жаңа көрсетіліп жатқан. Бұл фотосуретті де тапқан Қайым аға, бұның да құндылығы ерекше. Бұл жерден Ахмет Байтұрсыновтар отыр. Ал біздің оқу орнымызға қажет, оқу орнымыздың тарихына тиесілі осы жерде біршама адамдардың аттарын атауымызға болады. Осылардың бәрі тарихи тұлға ретінде танып отырған Қайым ағамыз. Абзал Жиенғалиев деген, мынау Әбіке Зейнұл Сәтпаевтан кейінгі оқу орнын басқарған, бұл да енді кезінде қудаланып атылған. Сол Жиенғалиевтің фотосы бар осы жерде. Мәннан Тоқбаевтың фотосы бар оқу орнында оқытушылық қызмет. Біраз фамилияларды атауға болады. Дәулет Тұрлыхан Қасеннің туралы өмірін зерттеуде, мына кеңес дәуіріне дейінгі өмірге келуі, оның оқу, білім жинақтауы, өмірінің соңына дейінгі уақыттардың жалпы өмірбаяндық дерегін нақтыланып, ғылыми айналымға енуіне бірден бір қызмет еткен адам. Атап өтуіміз керек. Қайыр Жомартбаев туралы да өте көп деректерді жинақтаған Қайым аға. Сондықтан мына бір фотосурет, мынау 25-ші жылға фотосурет, бұны да тапқан Қайым аға. Мұхтар Әуезов Ленинградтан осында қызметке келеді. Әмірхан Сыдық деген мінекей алғашқы бірайтанушы монография жазған адам. Әлкима Мұсатай Ақыржан отырмын қалып біршама осы кісілердің барлығын суретін ілтіп бізге көрсетіп қолымызға беріп кеткен әрине Қайым аға. Рахмет сізге Шағынгүл Әлімжарқызы. Біздің оқу орнымызда Қайым ағаның атында атаулы кабинет бар. Енді Мұхтар Әуезов иеленген оқу орны болғандықтан, енді Мұхтарға адал өмірінің соңына дейін Мұхтарға адал бауыр болған, адал шәкірт болған Қайым ағаның енді кабинеті жарасымды Мұхтардың шаңырағында болуы тиіс деп біз шешкендіктен, қазіргі таңда үлкен бір тамаша кабинет мазмұнында Қайым ағаның атымен аталып жұмыс жасап отыр. Бұл біздің болашақ мамандарымыздың, мұғалімдеріміздің Қайым ағаның рухында ұлтын сүйген, ұлтына қызмет еткен Қайым ағаның рухында тәрбиелеу үшін жас мұғалімдерге қазіргі таңда
жұмыс жасап жатыр. Рахмет сізге Шағангүл Алдамжарқызы, ұстазыңыз жайлы, аяулы ұстазыңыз жайлы жылы лебізіңізге рахмет. Ол кісінің шәкірттерінің өміріне бейжай қарамағандығын көрдік. Сонымен қатар білімге деген шәкірттерінің құштарлығының ашылуына зор үлес қосқанын сіз өзіңіздің әңгімеңіз арқылы білдіріп отырсыз. Рахмет сізге көп-көп. Алдағы уақытта да еңбегіңізге жеміс тілейміз. Ғалымның ұрпағына қалдырған асыл мұрасы мен өмір жолы біздің баршамызға үлгі өнеге. Қаймата журналистерге берген бір сұхбатында былай деген екен: осы тәуелсіздікті Абайдың айналасындағы ақындардың бостандығын өмір бойы аңсадым ғой, арманыма жеттім деп ішкі сырын ақтарыла айтқан екен. Иә, ол Абай мектебіне және ұстазы Мұхтар Әуезовке деген адалдығын өмір бойы сақтаған тұлға. Және өздеріңіз де айтып отырсыздар. Академик Рабиға Сыздықованың пікірінше, бүгінгі күні ұлы ғалымның артында қалған асыл мұрасын әлі де терең зерттеуді қажет етеді екен. Әлі де зерттелмей жатқан жағы көп екен. Олай болса, кезекте сөз кезегін қайымтанушы біздің қонағымыз Ақмарал Төлеуғазықызына берсек. Ақмарал Төлеуғазықызы, ғалымның әдеби мұрасы бүгінгі күні қалай зерттеліп жатыр? Қайымтану бағытында қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Сондай-ақ қайымтану саласында қандай бүгінгі күні мәселелер бар? Міне осы сұрақтар төңірегінде өзіңіздің ойыңызды айтып, пікіріңізді ортаға салсаңыз. Сөз кезегі өзіңізде. Рахмет. Мен дауысым естіліп тұр ғой? Иә, естіліп тұр. Иә, жақсы естіліп тұр. Қайырлы күн. Баршаңызға қайырлы күн. Көп рахмет. Ұйымдастырушыларға да алғысымызды білдіреміз. Енді жаңа мағанға дейінгі сөз сөйлеген ғалымдарымыз айтты, Қайымның ғалымдық тұлғасын, жалпы тұлғалық болмысын, барлығын абайтануға сіңірген еңбегін, отбасындағы әке Қайымның болмысын, бейнесін барлығын тыңдап көрдік. Енді қайымтану ісі, қайымтануда қандай мәселелер бар деген сұрақ төңірегіне келсек, жалпы енді мен 2007 жылы Қайым Мұхамедхановтың шығармашылық өмірбаяны деген тақырыпта Арап Сләмұлы Еспенбетовтың жетекшілігімен кандидаттық диссертация қорғадым. Бір кандидаттық диссертациямен, бір монографиямен қайымтанушы деп өзімді айтуға негізінде ар санаймын, ұят, себебі бір ғана диссертациямен бір монография жазып, мен Қайым Мұхамедханұлының бүкіл болмысын, оның шығармашылық келбетін, ғалымдық тұлғасын ашып болдым, зерттедім, нүкте қойдым деп айта алмаймын. Себебі ол кісінің, менің тақырыбым жаңағы шығармашылық өмірбаяны. Сол кездегі Қазақстанда қорғалған алғашқы Қайымға арналған алғашқы диссертация болды, оны жазғырмаймын. Шығармашылық өмірбаяны дегеннен кейін бұл жерде Қайым ағаның ақындығы, көркем жаңағы туындылардың ішіне драмалары, аудармалары, сосын ғалымдық тұлғасы, Абайдың ақын шәкірттері, Абай шығармаларының текстологиясы, қазақ әдебиетін зерттеуге қатысты мақалалар, яғни кешенді дүние болғаннан кейін бір диссертацияның аясына сыйдыруға тырыстық. Бірақ қаралмай қалған дүниелер әлі де жеткілікті, әлі де бар. Жалпы қайымтану ісінде ең жаңағы ауызға толтырып айтатын дүниеміз, ол Қайым Мұхамедханұлының 10 томдық шығармалар жинағы шықты. Бүгінде оқырманның қолында, игілігімізге жаратып жүрміз, пайдаланып жүрміз. Дегенмен де әлі де бұл осы 10 томдықтың ішіне қарасаңыздар, ана бірінші томында Қайым ағаның өмірбаяны жазылады, 1936 жылдың 35-36 жылдары осындай жаңағы мұғалімдер даярлайтын курста оқыған дейді, 35-36. Бірақ біздің Семейдегі облыстық архивтің мұрағатында Қайым Мұхамедханұлы 1936 жылдың 20 қыркүйегінде аталған курстың қазақ бөліміне қабылданған деген арнайы нақты құжат бар. Яғни бұл өмірбаянына қатысты әлі жаңағы бір ізге түспеген дүниелерді көрсетеді. Одан бөлек Қайым ағаның енді өзінің көз тірісінде 1959 жылы Абай шығармаларының текстологиясы еңбек шықты. Бүгінгі күні бірден бір жалғыз еңбек Абайдың шығармаларына арналған, текстологиясына арналған біз пайдаланып жүрген.
59 жылы Мағауия Абайұлы Құнанбаев деген еңбек шықты, иә, шағын брошюрка дейміз. Одан бөлек тәуелсіздік алғаннан кейін анау 51-59-дағы кандидаттық диссертацияларын 93-97 жылдары Абайдың ақын шәкірттері деген 4 кітаппен шығарды. 95 жылы Абай мұрагерлерін шығарды. Міне жаңағы осы тіпті бүгінгі салсақ, 51-де Абайдың әдеби мектебі деген атпен қорғады Қайым аға, білесіздер, жазықсыз сотталып 25 жылға сотталып кетті ғой. Соның 4 жылын түрмеде өткізіп келді. 59 жылы Абай төңірегіндегі ақындар деген атпен қайтадан кандидаттық диссертациясын қорғады. Сол диссертациясын жаңағы айтыста болған барлық сын ескертпелерін барлығын ескертіп, оның ішіне Тұрағұл Шәкәрімді алатынын алып, қайтадан қорғап шықты. Күні бүгінге дейін осы екі диссертацияның салыстырылған толыққанды салыстыру зерттеу дүниесі жоқ. Бұл да жаңа қайымтану ісіндегі бірден бір мәселесі шығар. Екінші, Қайым аға мықты қаламгер болды. Иә, сол кезде әнұранның мемлекеттік Қазақстан мемлекеттік әнұранның авторы болды. Драмалық шығармалары біздің Абай театрында үзбей қойылып тұрған кеңес үкіметі кезінде. Одан бөлек аудармалары, бір ғана Сормаңдай Лизаның өзін алсаңыз, соның өзіне жаңағы аудармашылық қырын бағалауға болады. Міне осылармен қоса бүгінгі күнде Қайым ағаның жаңағы қолжазбаларында Пушкиннің «Русалка» поэмасы, Бомаршенің «Фигароның үйленуі», Боккаччоның «Декамерон», поляк драматургы Ежи Юрандоттың «Уақыт сондай» пьесалары қолжазба күйінде әлі де сол балаларының қолында сақталып жатыр мұрағатында. Бұның барлығы әлі қайымтану ісінде зерттеуді қажет ететін дүние. Сосын тағы бір дүние айтатын, қазір біз заманның көшімен, цифрлық технологияның көшімен ыңғайлансақ, цифрлық гуманитаристика деген үлкен термин ене бастады, иә, үлкен бір ғылым. Бұл цифрлық гуманитаристика деп отырғанымыз не? Қайым, мен үнемі жаңағы айтам, Қайым ағаның, әсіресе Дин апайымыздың қолында қолжазбалардың барлығы бар. Солардың барлығын жаңағы онлайн сайт, платформа ашып, арнайы метадеректер қабатын жасап, соған салу керек. Сол кезде ғана жаңағы қайымтану ісі жанданып, қайымға деген қызығушылық кейінгі ұрпақтардың анау архив базаларының барлығы қолжетімді болғаннан кейін оны зерттеуші де табылады, оны әртаман жаңағы тақырып ізденуші де табылады. Сөйтіп қайымтану ісі одан сайын жандана береді деген ұсыныс айтқым келеді. Енді күні бүгінге бірде бір қайымға арналған сайт дейміз, платформа дейміз, ондай дүние жоқ. Я, бұның екіншісін қойсаңыз болады, бұның барлығын жаңа уже айтып кеттік, я. Екінші бетін қойыңызшы, міне. Жаңа қорлармен жұмыс істеу, ең бір дүниесі, мысалы, осы сіздер құрастырдыңыздар ғой деймін, Пушкин атындағы кітапхана, я шатыспасам, библиографиялық кітапхана. Иә. Қазір сонда айтып өтем, аха. Иә. Библиографиялық көрсеткішін құрастырдыңыздар. Енді одан кейін біраз уақыт өтті. Тіпті биылғы жаңағы мерейтой аясында Қайымға қатысты қаншама дүние шықты. Осының барлығы библиографиялық көрсеткіш жақсы, ол үнемі толықтыруды қажет етіп отырады. Менің бірден бір айтатын дүнием, жаңағы Қайымның қолжазбалары әлі де толық зерттелген жоқ. Әлі де қайымтану ісінде магистрлік диссертациялар қорғалып жатыр. Оны енді жасырмаймыз, ол бар. Диплом жұмыстары қорғалып жатыр. Мектепте жаңағы бірен-саран оқушыларға болсын, мектеп мұғалімдері беріп жатады. Әсіресе мерейтой қарсаңында ғылыми жұмыстар жазылып жүріп жатыр. Енді қайымтану ісі мүлдем жоқ, басталған жоқ деп оны нүкте қоюға болмайды. Енді ол болады да, үнемі бола береді. Заманның ағысына қарай, уақыттың сұранысына қарай біздегі ең бірінші дүние ол жаңағы жеке мұрағатындағы, музейлердегі, архивтердегі барлық ақпараттарды жүйелеу, оны зерттеу, сосын Қайым қолжазбаларының ғылыми каталогын жасау. Сол кезде нақты жаңағы қайымтану ісі жандана береді деген айтқым келеді. Енді осы жерде кітапханашылармен қоса мектеп мұғалімдері отырған шығар деп ойлаймын. Жүрген жерімде, енді мектепте Қайым есімі мектеп бағдарламасында жоқ, 6-шы сыныпта
сосын 10-11 сыныпта Қайым есімі 3 жерде аталады, ол абайтану. Сосын абай жолын өткен кезде сол жерде Қайым Мұхамедхан пікірі деп, ғалым пікірі деген жерлерде ғана бір 3-ақ 6 сынып 9 емес 10-11-де осы 3 қана сыныптың ішінде Қайым Мұхамедхановтың пікірі берілген. Енді біз оны Қайымның зерттеу ісін мектеп бағдарламасын енгізіп алмай, Қайымтану ісін тағы да жаңа ол тек ғалымдар айналысу керек деген дүние емес қой. Тағы да біз оған өзіміздің қойған мақсатына жете алмаймыз. Енді Қайымтану ісі бар, жаңағы негізі қаланды, жалғасып жатыр. Негізгі жаңағы мәселе проблемаларын барлығын мен жаңа сараптап айтып бердім. Осы жерде мұғалімдер отырса, мен үнемі кез келген уақытта ол кісілерге кеңес беруге, қолымда Қайымның қандай құжаттары бар, қандай қолжазбалар бар, бөлісуге, тақырыпты таңдауға үнемі жаңағы қолдау көрсетемін. Соны жүрген жерімде де айтып жүремін. Енді баршаңызға рахмет. Қайымтану ісі дегенде осындай негізгі дүниелерді айтуға болады. Жаңағы баяндамашыларымыз, әсіресе Шаған Алдам Жарғыз айтқандай, мен енді тікелей Қайым ағаның алдына дәріс тыңдамадым, ол кісінің тікелей шәкірті атанбадым. Бірақ менің осы күнгі бақытыма орай, маған Қайым шығармашылығын зерттеу бұйырылыпты. Сол мақсатпен Қайым ағаны өмірінде 2 рет көру бақыты бұйырыпты. Қайым ағаның алдына барып, сіздің шығармашылығын зерттейін деп едім деп батасын алып, балам жүрегің ақ болсын, одан басқа мен ақпын дегеннің қажет емес деген сөзін естіп, оны менің осы шығармашылығымның бір батасы деп қабылдап, жаңағы Қайым шығармашылығына келуімнің бірден бір жолы осылай болған еді. Рахмет сізге, Ақмарал Төлеуғазықызы. Алдағы уақытта да еңбегіңізге жеміс тілейміз. Біздің кітапханада ғалымның артында қалған мол мұрасын насихаттау мақсатында көптеген жұмыстарды атқарып отыр. Атап айтатын болсам, Қайым Мұхамедханұлының 100 жылдығына орай жаңа Дина Қайымқызы да айтып кетті. Біздің кітапханада Қайым Мұхамедханұлы атты электрондық библиографиялық көрсеткіштің тұсаукесері өткізілген болатын. Бұл көрсеткішке ғалымның еңбектері, мақалалары, аудармалары, сонымен қатар өміріне қатысты көптеген деректер топтастырылған болатын. Бұл көрсеткішті міне сіздердің назарларыңызға ұсынып отырмыз. Біздің кітапхананың ресми сайтындағы өлкетану бөлімінен таба аласыздар. Яғни осы жерде Қайым Мұхамедханұлы атты электрондық библиографиялық көрсеткіші осы жерде орналастырылған. Бұл көрсеткіш бүгінгі күні тағы да бір айта кетерлік жұмыс жалғасып жатыр. Себебі біздің кітапхана қорына келіп түсіп жатқан баспа басылымдары, яғни кітаптар, сонымен қатар мерзімді басылым беттерінде қандай да бір Қайым Мұхамедханұлына өмірі мен шығармашылығына арналған деректер болса, міне осы деректердің бәрін, осы мәліметтердің бәрін біз өзіміздің кітапхананың электрондық кітап каталогына енгізіп, сонымен қоса осы электронды библиографиялық көрсеткішке де толықтырып отырмыз. Алдағы уақытта бұл жұмыс жалғасатын болады. Сонымен қатар, ұлы тұлғамыздың 105 жылдығына орай Дина Қайымқызының ғылыми жетекшілігімен міне сіздердің назарларыңызға ұсынып отырмын. Қайым Мұхамедханов атты библиографиялық көрсеткіші 2020 жылы Алматыдағы мектеп баспасынан жарық көрген болатын. Бұл көрсеткіш қазақ және орыс тілдерінде. Бұл көрсеткішті Дина Қайымқызының ғылыми жетекшілігімен құрастырылған болатын. Бұл көрсеткішті біздің кітапхана, сондай-ақ Семейдегі Абай атындағы облыстық әмбебап кітапханасы әрі Қайым Мұхамедханов атындағы білім және мәдениет орталығы бірлесіп шығарған болатын. Міне осы еңбектерінің барлығы, ұлы тұлғамызға қатысты барлық деректер бүгінгі күні біздің оқырмандарымызға қол жетімді болып отыр. Қадірменді қонақтар, қорыта айтар болсам, Қайым Мұхамедханұлының өмірі ел тарихындағы маңызды оқиғалармен тығыз байланысты болды. Және оны сіздер біздің қадірлі қонақтарымыздың айтқан естеліктерінен, әңгімелерінен, ой пікірлерінен естіп білдіңіздер.
Ол алаш арыстары сияқты небір қиындықты басынан өткерсе де, сол қиындыққа мойымай алашқа қызмет етудің үлгісін көрсетті. Сондай-ақ халқына адал қызмет етті. Оның артында қалған асыл мұрасы баға жетпес рухани қазына, ал сол қазынаны сақтап келер ұрпаққа жеткізу баршамыздың міндетіміз. Қадірменді қонақтар, бүгінгі форумда ой бөлісіп қатысқандарыңыз үшін шын жүректен алғысымызды білдіреміз. Алдағы уақытта да еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер. Көп рахмет сізге. Назарларыңызға рахмет.